Йоу, бауырым, менің мастерской барбер шоуыма қош келдің. Сен тақырбас қылып болса алып бер керек па? Қазір оның барлығын қатыратын боламыз. Ендеше, давай бастайық. Так, сенімен танысайық. Менің атым Рамазан, сен атың кім болады? Так, шашын өсіп кетті ғой. Мынау сақал мұртыңды алмайсың ба? Ей. Ой. Короче, қалжың ғой бауырым, қалжың. Менің мастерскоймен таныс мінекей. Менде осындай нәрселері бар, шаш боятын очкилері бар дегенде 10 жыл болды істеп жүргеніме. Ана фенмен бетін күйдіріп жүрейін ба? Қалжың. Ойнап айтам. Так, в общем, неден бастасақ болады? Сен очкиін маған ұнап тұр негізінде. Сен очкиін қазір жуып беремін, жақсылап тұрып. Тұр, қарамай тұра тұр. Маған сыртта сызақ қалай болады екен? Тряпка жоқ ше, бір өкінішісі. Только осындай пышақ болып тұр енді, амал жоқ. Так. Қалай? Әдем болды ма? Чотко көріп қалғандай сияқты. Так, в общем, қалай аламыз шашынды? Лысый қылдырып па? Қазір алып береміз, осында тура лысый қылдырып. Уайымдама, бәрін чотки қылдыратын боламыз. Так, алайын ба? Жоқ, бұл емес. Осын аламын ғой дейм, я? Мынау қалай пайдет па? Мынау енді лысыйға болмайды енді. Сәл-пәл алады, осында көрініп тұрады. Бірақ енді сақалды осы алған дұрыс сияқты ма, әлде көремізошын. Шашын енді кәдімгідей өсіп кетті. Енді мен 10 жыл бойы барбершопта істегем. Дым андай сомнение болмасын маған. Жақсы алам мен шашты. Лысый дегенде екінің бірі ала береді ғой енді. Мен просто қазір бұлай алып отқан себебім андай ғой, бауырым. Енді түсініп отырсаң. Просто ұнайды да маған солай. Сөйтіп осылай алған ұнайды маған. Осылай кескел міне. Абай, не істеме? Уайымдама, кешірмеймін. Міне. Асықпай, міне осылай. Көрдің ба қалай алып жатқанымды? Мен тура фотодағындай болып қалды, көрдің ба? Ой, ренжіме, қасында алып жүріппін ғой. Ренжіме. Главный кешіп жіберіп жатқан жоқпын. Құпты алып жатырмын, көрдің ба? Мынандай прическа қалай? Чо там? Әдемі болды ғой да? Или ұнамай ма? Ладно. Қазір жөндеп берем, жақсылап тұрып. Так. Қалай? Лысый болдың. Әдемі болып қалдың ба? Тура фотодағындай болды да? Феннің негізі көмегі жоқ та шығар саған. Бірақ сонда да енді сисалайық ма, тарақпен де тоже. Енді просто қолым жіберіп қалғанда сондайға лысыйларды көп ала бермейміз ғой біздер. Так. Чо там? Мынандай керек па? Міне. Восстанавливающий крем деп аталады, спрей, в общем, восстановить етеді ғой, түсіндің ба? Сен жаңа бағана кірпігінді алып жүрдің ғой. Не ағын жөнде жүрейік. Кірпік деп бен ғой, қас дегенім, не деп кеттім мен. Ренжімеш бауырым, мен сөзден авария отым сәл-пәл. Так, в общем, қалай жалпы, нормально болды ма? Чо там, жасылға негізі бір түрлі емес па? Негізі бір қара дұрыс еді па идея. Жасыл цвет енді бір түрлі сияқты. Енді жарайды, өзің сұрап тұр екенсің. Вот мінекей, дайын болды. Қалай, ұнады ма өзіне? Ұнаса болды, самый главный. Неяқа, короче, жүрек сеп берейік. Вуаля, дайын, короче. Негізі жүрек керек емес, бірақ в общем, сол, короче. Рахмет саған келгеніне, менің мастерствома. Ұнады ма? Ұнаса болды онда, бауырым. Давай, келесіде көріскенше, в общем. Достар, менің каналымда ешқандай видеоларды жібере алмас үшін подписаться деген кнопканы басуды ұмытпаңыздар, және де колокольчикті қосып қойыңыздар. Сол кезде менде жаңадан видео шыққан кезде сіздерге уведомление келетін болады. Сол кезде менің жаңа видеоларымды үзбей көре алатын боласыздар. Және де менің Рамазан Ромби, Рамазан KZ, Рома KZ, Рамазан Roblox деген каналдарыма тіркелуді ұмытпаңдар. В общем, достар, давайте міндетті түрде лайктарды басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Әпкешка, енді сіздігін аламыз ба? Так, сіздің шашыңызды қазір қатырып берем ғой мен. Дым уайымдамаңыз, мына очкиіңізді шешіп жіберсеңіз керекті емес қой негізінде. Так, в общем, шашты жасылға бояу керек та. Қасты қараға. Вуаля. Мінекей. Шет жақтары тоже қара екен.
Вуаля, мінекей. Қалай, көрдің ба? Сразу ғой бізге сразу әдеміленіп. Качество ғой бізде 5 звезда қойып кетсеңіз зор болушы еді негізінде. Тугисқа бір 30 жас қойыңыз жақсылап тұр. Мен дейтін 10 жылдан бері жұмыс істеп жатырмын негізінде. Так. Енді төбесін, короче, сенің шашыңды алып керек емес, просто так бояу керек қой да. Қыздардың шашын алмайды ғой негізінде. Қыздар только андай шаш бояуға ғана келеді ғой айтпақшы. Ұмытып кетіппін ғой. Ұлдар ғой шашын алатын. Болады негізі. Қыздар шашын алатын. Бірақ сен маған дейін алып келген сияқтысың ғой. Негізі менен алсасын дұрыс болушы еді, по идее. Так, енді қазір сен шашынды жасылға бояп беретін болам. Үндемей отыр, үндемей. Қорқпа. Ол әшейін спрей. Уайымдамаса ештеңені. Қалай, әдемі болып отыр ма? Менің ойымша әдемі болып отқан сияқты. Өзің қалағандай болып отыр да. Көрдің ба, айттым ғой, менің 10 жылдан бері келатқан опытым бар деп. Так. Бойым жетпей қалды ғой. О, мінекей. Енді кейбір жерде де переходы онша емес болып отыр, сәл-пәл енді түсініспеушілікпен қарайсың, все-таки. Оның даже 100 баллы бар, 100 звездасы бар мастерлерді істей алмайды дегендей ғой. Так, в общем, неяқты сәл жөндеп жүрейін енді все-таки переход жағын. Так. Қалай? Нормально отыр ма? Енді астыңғы жағы сәл-пәл жасыл болып қапты енді. Мына жақтарын жөндеп жүре салайын, кішілен жақсылап. Негізі сен жүре салуға да болады, просто мен андай жақсы отзывтарға жұмыс істеймін, содан кейін андай ғой. Как попало істемеймін да, короче, түсіндің ба? Қалай, әдем болды ма? Үй, жаным сол. Әдем болған сияқты да. Қараш, тура фотодағындай болды да. В общем, давай келесі көріскенше, міндетті түрде лайк бас, қолдау жаса, е ма? Рахмет. О, братан, сенікін қалай аламыз? Бойын дәу екен енді. Ал, қош келдің, менің мастер сома. Так, сенің мұртыңды бояу керек. Алдымен аяғын битіп алайын. Так, енді жасылды аламыз. Мұртыңды бояу жүрейін сен. Так, сен бакенбардыңды алып тастау керек та, получается. Мұртыңды, сақалыңды боядық, бакенбардыңды қыру керек қой. Опа, сөйтір. Тіліп не переживай деп қоясың, короче. Көрме, қалай аккуратно істеймін мен бәрін. Чоткий қылдырып істеймін ғой, чоткий қылдырып. Во. Міне. Әдем болды да. Так, шашынды енді жасылға бояу керек та сен. Сен шашын аяғын алып жүрмейін байтпақшы. Так. Вуаля. Қалай, әдем болды ма? Енді сәл қисық болып қалды енді, айбетпе. Енді боп тұрады ондай. Боп тұрады. Міне, жөндеп беріп отырмын, нормально қылдырып. Так. Көрме, қалай кеспей жасаймын мен, әдемілеп тұрып. Аккуратно істеймін ғой, аккуратно. Қазір сен шашынды бояп беріп, жақсылап тұрып, и болды. Сенікі негізі ең оңайлардың бірі ғой, білесің ба? Ең оңайлардың бірі. Не үшін сен жасылға бояп атсың? Соны түсінбей тұрмын ше. Байбат түрім бар вроде. Қара шашын болып еді. Неге жасылға бояп атсың? Не клоун болайын деп атсың ба, циркке вступать етіп? Соны айтшы бауырым. Бір өкініштісі сендер менімен бір сөйлеспейтіндерін жамандай, әйтпесе сөйлескендерінде кәдімгідей әңгімені жүретін едім сендермен. Қараш, әдем болды ма? Әдем болды да. Все, келесі көріскенше бауырым. Міндетті түрде отзыв жазуды ұмытпа маған. Чо там, братка, саған чо? Қалай алу керек? Так, саған. Оранжевый шашты қалдыру керек. Қоңыр шашты, сенікі только мұртыңды, сақалыңды ғанақ бояу керек па? Немене бәле өзі? Қалай, ну? Сақалыңды сәл алу керек па, я? Шашынды да алу керек. Міне. Түсінікті. Сәл-пәл өскетті ғой шашын. Төбесін алмаймыз да, получается. Төбесін алмаймыз. Тек қана астың ғанақ, и сақалыңды ғанақ. Или сақалыңды алмаймыз ба? Жоқ, сақалы өсіп тұрған сияқты да, вроде. Сақалын алу керек сәл-пәл, походу. Так.
О, енді нормально болды. Бәсе, енді нормально болды. Так. Все. Қалай, четко болып қалды ма? Енді бұны серияға бояймыз да. Так. Қайсы серийна екеуін? Екіншісі екен ғой. Все. Мен просто түсінбей қалдым да, мынау серия қайсысы екенін. О, мінекей. Не, шал болғың келді ма, братан? Неге серияға бояп отырсың? Адамдар қараға бояп отырса, сен болса, сенікі хотя бы нормально ғой. Басқа біреулер жасылға бояп отыр. Сенікі олардың қасынан нормально, хотя бы. Четкий болды ма? Мынау очки енді бар ғой. Керек емес саған, бауырым. Міне. Қалай? Әдем болды ма? Мына аяқтарын сый аламыз енді осылай. Че там? Әдем болды ма? Финиш. Ал. Давай. Сендер қуансаңдар, біз де қуанамыз ғой. Рахмет. Оу, әпке, саламатсыз ба? Так, сіздің шашыңызды төбесін фиолетовыйға бояу керек, қасыңызды қараға бояу керек. Болды, түсінікті. Еще қысқарту керек да. Қазір қысқартып жақсылап тұрып істеп береміз. Дым уайымдамаңыз. Менің 10 жақ деп қойға 10 жыл стажым бар. Так что дым уайымдамаңыз. Жалпы өзіңіз қаяқтан келдіңіз? Тугистен іздеп келдіңіз ба мені? Сояқтан келген шығарсыз, бір әпке сөйлеп қойсаңыз бір жақсы болушы еді негізінде. Өз-өзімен сөйлесіп, мияқта уже жындап кеттім негізінде ше, шыны керек. Енді не дейміз енді, жарайды. Барбершопта мен де шашымды алған кезде мен де сөйлемей отырамын негізінде. Шашымды қалай алып берсе де үндемей отырасың ғой енді все-таки. Андай шашының бір жерін қатты алып қойса да неге олай алдың деп те айта алмайсың, үндемей отырасың. Так что түсінемін сізді де. Сізді де түсінемін. Мен де кезінде шашымды алдыртқан бұрында. Сол кезде не то алып қойса мен де үндемей отыра беретінен. Так что барлықтарыңызды түсінемін ғой мен. Так, в общем, қалай жалпы? Нормально болды ма? Әдем болған сияқты да? Так, фиолетовыйға, жоқ қараға бояп алайық. Одан кейін фиолетовый да? Так, мына шашы қоңырлап кетті ғой күнге күйіп. Полный қарағылдап берейік та, қарашы, қандай әдем болып қалды шашын. Шашының кішкене өні кіріп, түсі әдем болып қалды ғой. Так, арты былайынан. Мына көк цвет по-любому кішкене білініп тұр ма, все-таки да? Отражениесін беріп тұр, қарадан ешқайым разница. Қараға қанша боясам да. Так, в общем, төбесін біздер фиолетовыйға бояймыз енді да. Негізі осы көкпен нормальный сияқтайды вроде, білмеймін, не үшін фиолетовый таңдадым енді. Так, мынау ма? Розовый ғой. Міне, фиолетовый. Енді айбетпейсіз енді. Сәл төменге түссеңіз. Ойбай. Случайно. Кәз. Так, не өп кетті мынау? Кәз, жөндеп береміз бәрін, жақсылап тұрып. Дым уайымдама. Вуаля, көрін ба, қалай әдем болып жатыр. О, мінекей. Четкий болды да? Че там, қалай? Дерзкий болды ма? Биле. Мені күліп қояды, жаным үшін. Әдем болды да? Рахмет. Сен қуансам болды әйтеуір. 14 звезда, база жоқ. Достар, менің каналымда ешқандай видеоларды жібере алмас үшін подписаться деген кнопканы басуды ұмытпаңыздар, және де колокольчикті қосып қойыңыздар. Сол кезде менде жаңадан видео шыққан кезде сіздерге уведомление келетін болады. Сол кезде менің жаңа видеоларымды үзбей көре алатын боласыздар. Және де менің Рамазан Ромби, Рамазан KZ, Рома KZ, Рамазан Roblox деген каналдарыма тіркелуді ұмытпаңдар. Ол үшін достар, давайте міндетті түрде лайктарды басып каналға тіркеліп кетіңіздер.